Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз сапалы майды қалай ажырата білеміз, соған эксперимент жасаған жоқтар. Ол үшін біз осындай екі ыдыс алып, оған қайнап тұрған суымызды құйып, екі түрлі майды саламыз. Бұл жерде менде екеуде 82,5% майлар. Мінекей майларымызды салып, осылай суда жақсылап ерітетін боламыз. Қарап тұрғандарыңыздай, бірінші ыдысымызда бетінде осындай майлары ерініп тұр. Яғни бұл не қоспасы неизвестный болып тұр, былайша айтқанда. Ал екінші ыдысымызда бізде май толығымен еріп, осындай кішкене мутныйлау болып тұр. Толығымен еріп кетті майымыз. Бұл енді біздің таза май десек те болады. Қыздар, сондықтан да міндетті түрде майдың тек қана цифрасына қарамай, оның құрамын да оқуға ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.